Оқушылар, сіздерге ұбт-да келетін маңызды тақырыптардың бірі бұл ертедегі темір дәуіріндегі тайпалық одақтар және ерте мемлекеттік құрылымдар және олардың хронологиясы. Тарихты білу үшін хронологияны білу керек. Ең бірінші Қазақстан аумағында өмір сүрген ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақ ол сақтар. Хронологиясы біздің заманымызға дейінгі 8 және біздің заманымыздың дейін. Екінші бұл сарматтар, савраматтар деп те аталған, біздің заманымызға дейінгі 8, біздің заманымыздың ғасыры. Және кейінгі темір ғасырында бір кезеңде өмір сүрген ғұндар, қаңлылар, үйсіндер. Үйсіндер мен біздің заманымызға дейінгі екінші, біздің заманымыздың 5 ғасырына дейін өмір сүрсе, және ғұндар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдан біздің заманымыздың дейін өмір сүрген. Міне, біз хронологияны білу арқылы ұбт-да жақсы балл алуға көмегі тиеді. Егер де сіз тағы да осындай мәліметтерді білгіңіз келсе, маған қосылып жазылыңыз.